Өзіңіздің жалақыңызды миллион теңгеге, 100 мың теңгеге, 10 мың теңгеге көтеру үшін не кию керек? 10 мың теңге үшін қарапайым қымбат емес киім кигеніңіз дұрыс. Ақшаның сізге қатты керек екенін көрсетіңіз керек. Мен сізден бұл жайлы ешқашан сұрамайтын едім. Просто жағдайым сәл қиын болып тұр. Мүмкін жалақымды 10 мың теңгеге көтересіз? 100 мың теңгеге көтеру үшін тек ресми статусы жоғары киім ғана емес, сонымен қатар сәл өтірік айту қабілеті де қажет. Тікелей айтқанда, маған конкуренттер 100 мың теңгеге көбірек ұсынды. Бірақ мен бұл жерден кеткім келмейді. Түсінген шығарсыз, иә? Миллион теңге. Бұл жерде сіз үшін ауыр люкс киімдер сөйлейді. Сіз үшін жалақыңызды ешкім көтермейді, сондықтан да сіз оны өзіңіз тағайындайсыз. А что такого? Мен компанияның бет-бейнесімін. Ал бет-бейне әрқашан жақсы көріну керек. Сондықтан да мен жалақымды миллион теңгеге көтердім. Бірақ есіңізде болсын. Ақша әрдайым жетпейді.